Ланкастер деп аталатын отельге тоқтаған. Қазір енді жүріңіздер отельдің ішін көрейік. Сонымен кішігірім рум-тур жасап жіберейік. Енді Риода отельдер не деп айтсам болады, Азиядағыдай емес, Европадағыдай емес, ескілеу келеді екен. Білмеймін, орын көп мына жерде. Келіп сразу жатып алғансың ойлаймын, аяқ созып кішкене дем алып 18 сағат ұшу. Енді бұл номердің ең бір изюминкасы. Ол мына жерде балкон, конечно, с видом. Дайынсыздар ма? So, dear ladies and gentlemen, here we go, Rio de Janeiro. Просто все жжет. Hola. Так, біздің завтрақта нандардың түрі. Break. Күніне қанша? Теңгемен санаған кезде 40 мың теңге ме сондай шығар. Итальянский кофе деген көрсек, правый, российский кофе, итальянский деген. Осындай орындары бар мына жақта. Қараңыздар. Бір жақтан қандай көрініс көреді. Қой онда завтрагымыз ішейік. Бразилияның таксине отырайын деп жатырмыз. Постоянно кондер қосылып тұрады, себебі өте ыстық. Қазір сағат 8-ден 40 кетті. Біз енді бүгін Бразилияның ең атақты туристік орындарына саяхат жасаймыз. Келдік мұнда. Қараңыздар, тағылсын әдемі көрінеді екен, бірақ білмеймін.
Қазір мына линиямен Сахарная голова деп аталатын ең танымал Рио-де-Жанейроның туристік жері бар. Сонда барамыз. Келді біреуі. Мына линиямен қазір көтеріліп келдік. Енді мұнда отыруға барамыз. Cartão lá no mesmo vidinho. Pessoal, comprando vamos subir todo mundo junto. Casa forever. Okay. Yes, thank you. It's on the left side of the station. Oh, we have the left side. Okay. Yeah. So, can we go? Біздікі келді. Қазір енді осымен жоғарыға көтерілеміз. Дырылдық мына жерде биіктіктен қорқатын бар еді. Ал келдік. In backside we can also take photo video. Oh. From this side we can take photo video. Мынандай әдемілікті қараңыздар. Біз қазір осымен келдік. Бұл енді келесі адамдарды алып кетуге кетті. Қараңыздаршы. Құрметті көрермендер деп айтайыншы. Мінекей. Бразилия, Рио-де-Жанейро. Алақандағыдай көрініп тұр, міне. Міне бұл таза алақандағыдай. Рио-де-Жанейроның көктөбесі. Сөзім жоқ. Керемет. Құранда айтқандай, жер шарын кезіңдер, Алланың жаратқанын көріңдер дегендей, мынау енді сөзім жоқ. Алланың құдіреті өте керемет. Қарап тұра бергің келеді, мына жерден кетпей. Бірақ қазір басқа жақтарды да көру керек. Қараңыздаршы. Көзің тоймайды енді, мүлдем көзің тоймайды. Тағы келесі қонақтарымыз келе жатыр. Так, бұл қалай келеді десеңіздер. Бір келген кезде ішінде бір 50-ден точно көп. Ал кеттік онда қаланың басқа жерлерін көрейік бұл жердің.
Рио-де-Жанейродағы Сахарная голова деп аталатын ең биік нүктесіне бара жатырмыз. Бұл кабинкамен келесіздерді бірінші стоп, одан кейін барып тағы жоғары қарап шығамыз. Қараңыздаршы, мына жаққа келіп. Қандай керемет көрініс. Келіңіздер, көріңіздер, ел аралаңыздар, барлықтарыңызға бұйырсын. Кеткен жоғарыға көтерілейік онда. Бұның барлығын лайф видео болсын, ешқандай монтажсыз. Музыка қоймай ағасына. Дауыстарын, шумын ести беріңіздер. Осындай магазиндер. Енді мынаны қараңызшы. Тек қана шүліктер сататын жеке бренд бар. Бұл енді Рио болғаннан кейін. Тамақтар. Испанша ет сөйлеп жатыр. Тамақтанатын орындар. This is just fantastic. Da 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 dam. Dam dam da dam dam. Oh my god. Ақшамыздың барлығын қазір көрейік. Фокус жоқ болып кетпесе, көрініп тұр ма артта?
темір, су, ағаш, жануарлар, өсімдіктер барлығы көздің жауын алады. Кетті аналар бірінші партия. Қазір енді осыған мінеміз. Қараңыздаршы, мына ар жаққа барам дегенше біраз жол негізі. Так, екінші жағына өттік. Осылай билет көрсетіп өтеміз да. Қазір енді мұның ең қалған тағын көреміз. Мына ең биік нүктесіне келдік. Қараңыздаршы. Не деген керемет. Енді жоғар жағында не бар екен көрейік барлығын. Olá, bom dia, tem açaí, picolé. Осылай өздерінің тамақтанатын жерлеріне рекламаға шақырып тұр. Olá, bom dia, açaí, sorvete, salada de fruta, ice cream. Бағалардың барлығы реалмен. Olá, bom dia, pessoal. Açaí Bel. sucos, água de coco, Obrigado. milkshake. Қараңыздаршы. No problem, no problem. Okay. Thank you. It is a video. Thank you. Мына көріністен қалайша түсірмеске. Енді басталғалы бері мынашынан көтеріліп келгенге дейін бүкіл жерде видео алып келе жатырмын ғой. Монтаждан қалай көрінетінін білмеймін, бірақ бәрін түсіре бергім келеді да. Сөзбен айтып жеткізбек мүмкін емес. Міне өмір.
тұратын жерге осыны ескерту қойып қойған екен. Тиіспеңіздер, шошытпаңыздар деп. Бұны қасымызға келді. И телефонды ұрлауы мүмкін деп айтып жатыр. Заттарыңызға абай болыңыздар. Тамақты ұрлауы мүмкін мысалы. Алып қашып кетеді. Соны таппайсыңыз. Барлығымыз осыларды түсіріп отырмыз. Ұрлап кетуі мүмкін дейді заттарды. Все опустошили. Ең жоғары жағында осындай тамақтанатын орындар бар. Енді мынандай керемет көрініспен жай су ішкеннің өзі қандай, Сіздерге осы маңдағы барлық не көретін жерлер бар, соларды көрсетіп шығайын. Өте жап-жасыл. Лестница жоқ, сол үшін мынаны істеп қойды. Мынаны қараңыздар. Өсімдіктердің түрі. Так, бұлай телефон ұстау кішкене қиынырақ екен. Но кеттік. Блок үшін не істемейсіңдер барлығын. Ең жоғары жағында осындай алып сататын магазиндер бар екен. Hello? Can I take photo? Рионың символы. Әдем папугайлар. Жоғар жағында бағаларын көресіздер ма? 15 реал дейді. Енді бұндай жерлерде қымбат болады ғой.
Пицца бар дейді. Смотровая площадкада келдік. Қараңыздаршы. It's okay. Смотровая площадка там, да? Сонымен Бразилияға келіп, бразилиялық кофені көрмеу деген ол енді мүмкін емес. Мен өзім кофені жақсы көремін. Енді осы бір капучиноның дәмін көрейін. Кетіп бір есеп. Smells good. So let's try. Perfect. Бұл кофенің дәмін сезу үшін кішкене аузыңызда ұстап тұрсаңыз, өзі білінеді кофенің дәмі. Керемет, сөз жоқ. Дәл осындай керемет бассонаға музыкамен, керемет капучино. Мынау енді қазір бұлт болып тұр. Бұның алдында 10 минуттан кейін бұлт жоқ болып қайтадан келіп жатыр. Бірақ алдыңғы көріністі көрген боларсыздар. Просто керемет. Шүкір деп капучиноны ішіп отырған дұрыс. Мына бұлтты қараңыздаршы. Қазір мынаның барлығы бұлт жауып қалса әдемі көріністі көрмей қаламыз. Оны фотоға түсіп жатқан кезде бұлт болып тұр. Көріп ма кетіп жатқанын.
көтерілген кезде жақсы видті түсіріп алдым. Қараңыздаршы, қазір бұлт толып тұр. Көп нәрсе көрінбейді. Қазір маған жоғарыдан ашып тұр. Енді төлем жатырмыз. Жоғарыда осындай бұлт толып тұр. Негізі погода әдемі, күн шығып тұр. Тағы біреу кетті.